Фермер әженің көңілі әрдайым көктемдей. Бұл жерде жуырда туған күніме сыйлаған роза гүлі. Көріп тұрғандарыңыздай гүлдерін жинап алып кептіріп қойдым. Біз оларды шай демдеген кезде пайдаланамыз. Ал мынау жапырақтанып келе жатқан сабақтары. Қазір мен осы сабақтарды әрі қарай тамырлануға жұмыс жасайын деп тұрмын. Ол үшін соған қажетті құралдар осы жерде тұр. Стақандар, епин деген сұйықтық, ең бастысы қара топырақ, бұның құрамында перлит және әртүрлі макро-микро элементтері қосылған карневин. Ол мынау сабақтардың жақсы тамырланып кетуіне септігін тигізетін ұнтақ. Стақандардың түбін екі жағынан осылай кесіп алып тастаймын. Және маған тым биік стақан қажет емес. Осындай көлемдерде кесіп алдым. Енді маған екінші стақан қажет болады. Оның түбін теспейміз. Себебі жаңағы түбі тесілген стақанды осының ішіне осылай салып қоямын. Топырақ саламыз. Топырақ стақандарға салынып дайын болды. Енді әр стақанның ішінен қарындаштың көмегімен осылай шұңқыр жасап аламын. Көшет осылай кесілген. Төменгі жағы қиғаш, үстіңгі жағы түзу. Мына жерде су бар шамалы. Карневинға малып, неке. Осылай отырғызамын. Бисмиллахиррахманиррахим деп неке. Карневинға малып аламыз. Отырғызамыз. Топырағын епин сұйықтығымен ылғалдап қоямын. Әрі қарай көшеттерді контейнердің ішіне салып қоямын. Бетін жауып, күннің көзі түсіп тұратын терезеге қойып қоямын.